Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін көпшіліктің сұрауы бойынша бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Қажетті заттарды төменге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге ұн, жұмыртқа, дрожж, шекер, тұз және майонез, сүт, су қажет болады. Сүтіміз бен суымызды жылытып аламыз. Қатты ыстық болып кетпеуі керек. Үлкен ыдысымызға барлық керекті заттарды салып, бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Және алдын ала електен өткізілген ұнымызды бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Қамырымыз жұмсақ болып үйлену керек, сонда біздің бауырсағымызда көтеріліп жақсы болып піседі. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамырымыз жұмсақ болып шығады, және оны біз 1 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп ашуы керек. Міне, біздің қамырымыз 2 есеге ұлғайды, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны бөліктерге бөліп, формаға келтіреміз. Бауырсақты қалауларыңыз бойынша домалақ етіп, немесе өздеріңіз қалағандай етіп кесіп алсаңыздар болады. Алдымен бауырсағымызды орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеуі керек. Мен бауырсақты өзімізге дайындап жатырмын, сондықтан дәл осылай кесіп алдым. Егер қонаққа дайындайтын болсаңыздар, домалақ етіп, сәндеп кессеңіздер де болады. Енді бауырсақтарымыздың бетін жауып, біздің майымыз қызғанша күте тұрамыз. Және орташа оттағы майымызға бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бауырсақты міндетті түрде осылай айналдырып отыруымыз керек, сонда екі беті де қызарып әдемі болып шығады. Міне, біздің бауырсағымыз дайын, өте дәмді және жұмсақ. Жұмсақтығын келесі күні де дәл осындай жұмсақ болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз.